Коронавирус қайта ушықты. COVID-19 жұқтырғандардың саны күн санап артып отыр. Қауіпсіздік шараларын қайтадан мықтап ұстау керек боламыз ба? Осылай бетперде киіп, әлеуметтік арақашықтықты сақтап, ең бастысы қазақтардың жақсы көретін тойын жасауға қайта тыйым салынуы мүмкін бе? Бүгін осы сұрақтарға жауап іздейміз. Мен Ақбөпе Тәңірберген, бұл тексердік бағдарламасы. Майра Сарбасқызы, вакцина салу науқаны әлі де жүріп жатыр. Әлі жүріп жатыр. Көп адамдар вакцина алсақ деп келетін? Өте көп. Сіздер дәрігерлер сөйлесесіз, сіздер ғой пациентпен. Олар өздерінің ниеттерімен келіп отыр ма екен әлде? Әрине ғой. Олар өздерінің ниетімен келгеннен кейін бірденен олар вакцина салдырмайды. Ең өлі дәрігердің приемында болады. Қазір күніне қанша адам жұқтырып жатыр? Әрине көп. 2500-2700-ге дейін жетті. Өткен аптада қазіргі уақытта жұқтырып жатқандардың саны өте жоғары. Қандай вакцина түрін салып жатырсыздар? Қазір бізде Pfizer және де Veracell деген вакциналармен жұмыс істеп жатырмыз. Sinopharm екеуі де дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен мақұлданған. Қазвак жоқ па? Қазвак бізде қазіргі кезде біздің поликлиника бойынша таусылып қалды. Енді келесі партияны күтеміз. Спутник вида болды, ол да бітіп тұр. Спутник Ви Қазақстанда өздеріңіз білетіндей, Қазақстанда осы көктемнен бері оның өндірісі тоқтатылған. Спутник Ви енді пока министрліктің айтуы бойынша енді әлі сатып алынбайтын да сияқты. Адамдар қай вакцина түрін сұрайды? Қазақстандық ма әлде шетелдік Pfizer көбірек ұнай ма? Енді жасыратын жоқ, көбі Pfizer сұрайды, бірақ арасында өзіміздің патриоттық немемен жақсы вакцина деп Қазвакты алып жататын, өздері сұрап келіп алып жататын адамдар болады. Келіп, вакцина алмай-ақ құжат жасап беруін өтінетін де азаматтар бар көрінеді, кейбір халаттылар айтады. Сіздерде кездесе ме? Бізде ондай жағдай болмаған. Ондағы айналыспаймыз. Той жасау дегенді кішкене доғара тұрсақ, қайтадан мына коллективті. Біз қазақпыз ғой. Қалай доғарамыз? 300-400 адамға той жасап жатыр. Енді ол қазақпыз әрине, ол өте жақсы нәрсе, әрдайым той болсын, бірақ адам жоғалтқан ол бәрінен ауыр. Адамның дүниеден өткені ол бәрінен ауыр. Бір тойдың әсерінен бірнеше адам дүниеден өтсе, ол бәрінен ауыр болады. Сізге жұмыс орныңызға қажет па, әлде өзіңіз сондай бір ауып қалмайын деген ниетпен келдіңіз? Өзім үшін. Ешкім сұрап жатқан жоқ, ешкім итермелеп жатқан жоқ, өзім үшін ол. Қайда жұмыс істейсіз құпия болмаса? Мемлекеттік қызметте. Мемлекеттік қызметте. Қай органда? Сондай. Түсінікті, мемлекеттік қызметшілер патриот болуға мәжбүр ғой. Жұрттың алдына түсіп вакцина қойдырады осылай. Мемлекеттік қызметте істейсіз бе сізде? Иә. Қай жерден келдіңіз? Госслужбы. Мені мемлекеттік қызметтен келген азаматтар дәл қай мекемеден келгендерін айтпайды. Вакцинаға келдіңіз ғой? Иә. Бірінші компонентін алдыңыз ба? Екінші компонент аламын бүгін. Pfizerге. Иә. Неге Қазвак емес? Неге Қазвак сұрамадың? Алдым ғой мен оны. Коронавирус симптомдарымен келетін науқастар көп па қазір? Қазір өте көбейіп кетті. Енді ол коронавирустың симптомдары тұмауға ұқсас. Сондықтан біз айтамыз ылғи, денеңіз қызуы көтерілсе, жөтел пайда болса, өзіңізде әлсіздік пайда болса, тұмаудың белгілері болса, сіз поликлиникаға келіп хабарласып, сүзгіге келесіз дейміз. Сүзгіге келу үшін ол сырттан келеді, поликлиникаға кірмейді. Антиденелер адамда мәңгілік сақталып тұрмайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше антиденелер 6-8 ай тұрады. Сол себепті дәрігерлердің кеңесі бойынша вакцина алғаннан кейін, ревакцинаны алғаннан кейін 6 ай өтсе, тағы да барып бір дозаны алу керек. Қазір 3-4 дозаларын алып жатыр. Ертең 5-6 аламыз ба алтайдан кейін? Енді бұл ауру тоқтамайынша, бүгінгі күні тоқтамайынша алған дұрыс. Өйткені аурудың неше түрлі мутациясы, штамдары шығып жатыр. Мінекей кеше ғана дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы дабыл қағып жатыр. Кентавр деген омикрон штамынан таралған подштам дейді. Сол штам өте қатты дамып жатыр. Қатты
мықты адамдарды жана ауыртып жатыр деп. Сол себепті бүгінгі күні бұл штаммен Ресейге де келген. Жалпы енді бізде қазір көріп отырсыздар ғой, мынау адамдар ағылып шетелге барып жатыр. Бізде шекарамыз ашық. Бізде мынау тоқтамайтын бір мәселе, адамдар біле тұра шетелге шығып кетіп жатыр, соның әсерінен алып келуі де ықтимал. Бірақ егер адам вакцина алған болса, ревакцинациядан өткен болса, сонымен қатар барған жерінде сақтанып, ең бірінші біз кез келген жерде кеңес береміз, адамдар маска тағу керек. Масканы тағып сақтанса, онда ол адамдар ауруды жұқтырған өзінде жеңіл ауруы мүмкін. Коронавируспен етене араласып өмір сүріп жатқанымызға міне 3 жылдай болды. 3 жылдың ішінде небір штамдары өзгеріп жатыр. Қазір омикрон стелс деген түрі бар. Бұның айырмашылығы қандай? Бұл қауіптірек пе қарапайым коронавирус? Дұрыс айтасыз. Қазір түрлі түрлері көбейіп кетті омикронның. Дельта ең осы ішіндегі ең ауыры ол дельта. Қазір енді омикрон шыққан, омикронның енді тағы бір мутацияға бұлар айналыса береді, бірінен бірі өзгеріп шыға береді. Оны мутация дейді. Енді омикронның стелс деген түрі шықты. Ағылшынша айтқанда бұл жасырын түрі. Бірақ енді бұл омикронның жеңіл түрі болғанмен бұл тез таралады. Жеңіл, бірақ тез таралады. Залалы көп. Вакцина енді ол жай адамдар ойлап таппаған ғой, енді ғалымдардың жасаған медиктердің, үлкен медиктердің несі ғой, пандемияға қарсы несі ғой, дәрісі ғой. Ол енді оны қалай алмайсың оны? Түсінбеймін мен оны, ол енді қалай не қыласың? Мынау оспа деген баяғыда ауру болған, туберкулез болған, барлығы сол вакцинация арқылы кетіледі ғой. Енді оның түбін түсіну керек қой, не екен вакцина, антитела не екен. Оны қалай түсінбейтін адам енді ол қиын енді. Жанында болған, қатынаста болған адам оң көп қадағалауда болады. Тек қана қадағалауда болады. Егер де клиникасы болып қатты ауырып жатса ғана жаңағыдай ПЦР алып, оны емдейміз. Өкінішке қарай қазір елорда қайтадан сары аймаққа өтіп отыр. Біз жарты жыл бұрын бетперде киіп сұхбаттасқан едік. Бүгін өкінішке қарай тағы да бетпердемен сұхбаттасып отырмыз. Халықтың әрбіріне қайтадан бетперде киіңіздер, арақашықтықты сақтаңыздар, той жасамаңыздар деген сияқты шараларға қайтадан оралуымыз мүмкін бе? Бұл қазіргі уақытта біз кеңес беріп жатырмыз. Жаңа топталған жерлерге бармауға, жаңаға маскаларды тағуға. Бірақ егер жағдай ушығатын болса, бір өңір қызыл аймаққа өтетін болса, онда ол ведомствоаралық комиссия қатаңдату шараларын қабылдауы мүмкін. Ең бірінші, егер бір өңір қызыл аймаққа өтсе, бұл жерде бірінші қаралатын мәселе ашық қосымшасын қайта қосылуы мүмкін. Халықтың арасында не түрлі алып қашпа әңгіме бар, сондықтан сізден сұрағымыз келеді. Кез келген ауру бойынша көз жұмған азаматты коронавирус деп жазып, статистиканы көбейіп отыр деп ақпарат таратады. Оған сенуге бола ма? Кешірерсіз. Енді мен сізге айтайын, өзі әртүрлі адамдар бар ғой. Мысалы, осы ауруды, ол өтірік ауру, қолдан жасаған ауру, ешқандай ауру жоқ деп осы күнге дейін айтатын азаматтар да бар. Ол әркімнің өзінің санасына байланысты ғой әр азаматтың. Енді мысалы мен дәрігер ретінде айтарым, өзімнің қатарымда біраз адам ең бірінші 20-шы жыл осы басталғанда біраз дәрігерлерден айырылып қалдық біз. Енді өз басымда мен ауырдым. Өз басымнан көрдім, осының ішінде де жүріп көріп жүрмін. Бұл ауру негізі рас ауру. Коронавирус деп айтыпты, бірақ ол одан өлмепті деген ол халық ішіндегі әлгі жолтай пресса дейміз ғой, сондай алып қашпа сөздер. Біреуінің жүрегі ауырады, біреуінің бүйрегі ауырады. Сол ауырған кезде басқа аурулар қозады ғой. Сол кезде мысалы ол коронавируспен қоса, мысалы жүрек талмастан кетуі мүмкін. Асқынып жүрек талмастан кетуі мүмкін. Бір қуанатыны ешкімді мәжбүрлі түрде вакцина салдырып жатқан жоқ. Ешкім айта алмайды. Мектептерде мұғалімдерге бәрін 3-ші, 4-ші базаны қойдырғандарыңда алып келіңдер, әйтпесе мектепке кіргізбейміз деп жатыр. Ондай бір мәжбүрлі фактілер болса, мен бірнеше рет айтқам, бізге хабарласу керек. Және де әр мектепте болып жатыр, әр ұжымда болып жатыр. Енді өзіңіз ойлаңыз, мен мысалы енді ата-ана ретінде мысалы өзіңізді сіз балаңызды вакцина алмаған мұғалімге оқыта аласыз ба? Мұғалім, дәрігер, құқық қорғаушы, олар алу керек қой. Олар
жаңағы бізде бір кәдімгі айтады ғой. Алғысы келмесе ше, жұмыста шығар? Саналы мұғалім ғой қазіргі уақытта. Барлық мұғалімдер саналы. Ешкім ол бір мәжбүрлеп апарып салып атқан жоқ. Әр мұғалім өзінің денсаулығы үшін ол бала тәрбиелегеннен кейін саналы түрде салып жатыр. Ал егер жаңағыдай қол аяғын байлап, не болмаса мәжбүрлеп жатса, құқық қорғау органдары бар. Ақбөпе, өзіңіз білесіз қой. Вакцина алдыңыз ба? Алдым. Үшінші емесінде алғам әлі. Денсаулығыма кері әсерін тигізеді деп уайымдаған жоқсыз ба? Жоқ, ол қалай айту болды. Ешқандай әсер ету жоқ, былай емде. Бұрындан қарақам, енді жасымызда келіп қалды ғой, еді сол. Ата, коронавирус деген ол бос сөз, өтірік, жоқ ондай, қолдан істеп отыр дейтіндерге не айтасыз? Енді бүкіл жарайды, біз Қазақстан басқа енді дамыған мемлекеттер күші жетпей жатқанда, неге сенбеймін, сену керек, сақтанып жүру керек.